Немере үшін ең жақын адамдар кім? Ата мен әже. Менің атам әлемдегі ең ғажап жан. Ел жұртқа сыйлы, қазақи болмысты. Менің атам бүгін 60 жасқа толды. Жүрегі кең, пейілі дархан, қарапайым. Қанша шаршаса да, қолы бос болса да, айналасындағыларға көмектесуге уақыт табатын жан. Атам мен әжем ұл мен қыз тәрбиелеп, 10 шақты немере сүйіп отқан жандар. Ата әжем әр баласын адалдық пен жауапкершілікке баулай білген. Атамның айналайын, садағам болайын деген сөздері оның ұрпағы үшін жанында аямай, құрбандық болуға даяр екендігін көрсетеді. Менің атам 40 жыл энергетик болып жұмыс жасаған. Оның қолынан барлығы келеді. Біздің үйге сантехник немесе электршілер қашан келмеген. Атам барлық су құбырларын өзі жөндейді. Атам әрқашан бізге еңбектен ешкім өлген емес. Жас кездерінде тынбай еңбектенсеңдер, қартайғанда еңбектерінің жемісін көресіңдер деп өз ақылын айтып отырады. Атам әр мереке кезде қара шаңыраққа барша туысқандарымызды жинап, біздің бірлігімізбен отбасылық жарасымдылығымыздың артуына өзінің зор үлесін қосып жүреді. Сол үшін де мен атаммен мақтанамын. Ата әжесі бар үй қазынаға бай емес пе? Ет жүрегі елжіреп, ұрпағының амандығы мен жақсылығын бақыт санайтын атаны ардақтап, оның алдынан қия өтпей, айтқан орындау, ата қашанда қамқорлық жасау, қиындықтан қымсынбай қызмет көрсету біздің парызымыз. Аялуда ардақты атам менің, бақытты бол, ер жеттеп бата бердің. Еңбек етіп, еліне құрметті боп, әрдайым ортамызда жүре берген. Қорғаштап өмір дейтін сында бізді, жүрдіңіз еңкейтпестен толғаңызды. Әкетай дейміз сізге 100 жасаңыз, ақ тілек тағыңызда жырдан ізгі. Өмірде талай асу алынғаны, бақыттың оты бізге жағылғаны, бір сіздің еңбегіңіз екен әке, бүгінде ойлап тұрсақ соның бәрі. Біз үшін өткен талай жылдарыңыз, жатыр ғой сол өмірде тұлғалы із. Әкелік мектебіңізден тәлім алған, бұл күнде өзі де әке ұлдарыңыз. Өсті ұрпақ, соңыңыздан жетілді із. Ата деп айдарлы ұл кекілді қыз, сонда да бұтақ жайған ұл қызыңа, әлі де қатал ұстаз секілдісіз. Өмірде беріп бізге тағылымыз, үйреткен аз болды ма тәліміңіз. Жетсекте жетістікке алдыңызда, баладай боп тұрамыз бәрібір біз. Өмірде үлгіміз де бір сіз әке, перзентке таусылмайтын жырсыз әке. Сол тұлға, сол мінезден аласармай, біздерге тәлім болып жүрсіз әке. Әлі де биік болсын жұлдызыңыз, арналған перзенттерден жыр гүліміз. Жүріңіз аман есен ортамызда, тілейді соны бүгін ол қызыңыз. Айналайын, осы елдің мен деген азаматын бірі, 34 жыл болды, әр ауылдас, әр араласып әйтеу, күйеу бала болып, қайынсіңлі болып, ісіне де бәріне жауапкершілік өте керемет. Немерелерін әйтеу бағып қағып, жақсы нелері жағын көрсетіп, үйретіп жатыр. Өте үлгілі отбасы десем де болады. Жұмысында да өте беделді, айтуға тұрарлықтай азамат деп ойлаймын. Ауылымыздың былайша айтқанда сәні де гүлі осы кісі. Өте ақ көңіл, бала көңілді. Балалардың қызығын көрсін, жаңа жас құтты болсын, 60 жасы, дені сау болсын, отбасы аман болып, ұл қыздарының қызығын көріп,
тойдан тойға жете берсін, ауырмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Рахмет әке.